Сонымен ақыры ойыма алған жоспарымды жүзеге асыруға кірістім. Алдымен оның мені алдай алмағандығын, және оның қиямет қулығының құрбаны болғандығымды ол бірте-бірте ұғынатындай етіп мен ұзынша жәшікке байланысты бірнеше астарлы ишарат жасауға ұйғардым. Сөйтіп, сол бір жәшіктің ерекше түрі туралы сөз қозғап, мен өзімнің жасырын зеңбіректерімнен атқылай бастадым. Мен оның өзін әлденені сезетіндей жәдігөйлене жымиып, көзімді қысып қойып айттым да, суретшіні саусағыммен бүйірінен жайлап түртіп те қойдым. Бұл зілсіз қалжыңды Уайеттің қалай қабылдағаны оның есінен ауысқанына сол заматында-ақ менің көзімді жеткізді. Құдды менің не айтқанымды ұқпағандай алғашқыда ол маған бақырайын қараған күйі қалшиып тұрып қалды. Әйтсе де айтылған сөздің мәні санасына жеткен сайын, оның көзі шарасынан шығып, алара түсті. Содан соң түсі бұзылып, қып-қызыл болып кетті. Содан соң барын, менің әлгі ишаратым шектен тыс көңілін қытықтағандай, ішек-сілесі қаға қарқылдап тұрып күлді. Менің бір таң қалғаным, барған сайын күлкісі деп, ол 10 минуттан астам уақыт алқынған аптығын баса алмады. Ақыры палубаға жалп етіп құлады. Мен оған жәрдемдесейін деп еңкейіп едім. Ол маған өліп қалған сияқты болып көрінді. Мен көмек шақырдым. Біз зорға дегенде оның есін жиғыздық. Есін жиған соң ол күбірлеп бірдеңелерді былдырлаған болды. Сонан кейін онан қан алып төсекке апарып жатқыздық. Ертеңіне ол құлан таза сауығып кетті, яғни тәп айықты. Әрине, оның ақыл есі туралы айтпай қоя тұрғаным жөн. Сол күннен бастап капитанның ақылын алып, онымен кездеспеуге тырыстым. Өйткені оның ақылы ауысқаны жөндегі менің пікіріме толық қосылатын болса керек. Алайда ол жөнде кемеде ешкімге айтпауымды айрықша өтініп сұрады. Уайеттің сол жолғы қояншығынан кейін менің әуестік аңсарым бұрынғыдан бетер арта түсті. Оған әртүрлі жағдайлар себеп болды. Солардың ішіне мыналарды айтуға болады. Менің жүйкем жұқарып жүрген кез еді. Көк шайды көбірек ішіп қойып, содан түні бойы жөнді ұйықтай алмай шыққанмын. Турасын айтсам, кірпігім ілінбегеніне 2 түн асқанды. Менің каютамның есігі әрі асхананың қызметін атқаратын үлкен салонға қарайтын, еркектерге арналған 2 каютаның да есігі содан келіп шығатын. Уайеттің 3 каютасы үлкен залдан түн баласына жабылмайтын сырғымалы жеңіл есікпен бөлінетін шағын залға қанаттас болатын. Ылғи алдымыздан соққан күшті жел өтіне қарсы жүзіп келе жатқандықтан да біздің кемеміз үнемі бағытын өзгертіп, ауытқып отырды. Сонда да ол оң жамбасына қарай жантайған кезде салон аралығындағы сырғымалы есік кейін серпіліп кетті де, қайта жабылмай сол ашық күйі қалып қойды. Төсектен тұрып барып оны жабуға ешкімнің зауқы соқпады. Алайда ондай жағдайда сырғымалы есік серпіліп кеткенде, менің каютамның есігі жабылмай тұрғандықтан, ыстық болғандықтан үнемі жабылмай ашық тұратын. Мен төсегімде жатып шағын салонды түгел, әсіресе мистер У каюталарының екігі шығатын жақта алақанда тұрғандай анық көретінмін. Сонымен көрер таңды көзіммен атқызған, бірінен соң бірі емес, 2 түнде сағат 11-дің шамасында алғашқы және одан кейінгі түнде де миссис У тің ақырын мистер У тің каютасынан шығып, 3-ші каютаға барып кіргенін таң атқанша сонда болып, тек жұбайы шақырған кезде ғана бұрынғы орнына қайта оралғанын мен өз көзіммен көрдім. Мұның өзі олардың арасындағы араздықты дәлелдейтін еді. Ресми айырылу жағын ойлағандықтан да олар қазірдің өзінде ортақ төсектен бас тартқанға ұқсайды. Сөйтіп, 3-ші каютаның да құпиясы ашылды деп ойладым. Менің көңілімді айрықша алаңдатқан тағы бір жағдай болды. Ұйқысыз өткен сол 2 түнде де миссис Уайет 3-ші каютаға кеткен бойда менің құлағыма оның күйеуі жатқан жағадан әлдебір тықыр мен тоқылдатқан дыбыс естілді. Мен көпке дейін құлағымды түріп тыңдадым. Ақыры оның да сырын ашқандай болдым. Ол дыбысты шамасы тоқылы естілмеу үшін жұмсақ жүн, әйтпесе мақта матамен мұқият ора, қашау және ағаш балғамен ұзынша жәшікті ашып жатқан суретші шығарған болуға тиіс. Оның қақпақты қай уақытта көтергенін, оны қай уақытта алғанын дәл айырған сияқтымын. Мәселен, қақпақты төсек үстіне қаншама сақтықпен абайлап апарып қоямын десе де, ағаш төсектің жұмыр жиегінен сәл тигізіп алғанын оның дыбысынан аңғардым. Өйткені еденде қақпақты қоятын жер жоқты. Содан кейін құлаққа ұрғандай тым-тырыс бола қалады. Алғашқыда да, екінші ретте де мен ешқандай сыбыс естімедім. Рас, кейде булығып, өксігендей, әлде күбірлегендей бір дыбыс құлағыма шалынғандай болды да, әйтсе де оның өзі менің қисынсыз қиялымның жемісі де болуы ықтимал. Мен сол дыбыстар өксікке немесе күрсінуге ұқсайды дедім, бірақ солардың өксікте, күрсіністе болуы мүмкін емес. Мен тіпті құлағым шуылдаған болар деп ойлауға да бармын.
Мистер Уайт әдеттегі ұғымға сай тек сезімнің өктемдігіне мойын ұсынып, өзінің ақсүйекті қызбалық мінезіне ерік берген болуында сөз жоқ. Өйткені тығулы жатқан тамаша суретке қарап ләззат алу үшін ол ұзынша жәшікті ашқан болуға тиіс. Бірақ ол оған неге өксіп жылауға тиіс? Өйткені, қайталап айтамын, мені капитан Харди сыйлаған көк шай қоздырған қиялым шатастырған болуы сөзсіз. 2 мәрте таң алдында мистер Уайттың ұзынша жәшіктің қақпағын жауып, матаға оралған балғаның көмегімен шегелерді қайта орнына қаққанын мен өз құлағыммен естідім. Содан кейін ол киініп каютадан шығып, 3-ші каютадағы миссис Уайтты шақырды. Біздің сапарға шыққанымызға 7 күн өтті. Тұтқиылдан оңтүстік батыс жақтан долы дауыл соққанда біз Гаттарас мүйісіне тақап қалған едік. Алайда онша бейқам да емес болатынбыз. Өйткені алдында ауа райы бұзылғысы келіп түнеріп тұрғанды. Люктер тығындалған, жүктер мен барлық құрал саймандар төменде де, палубада да мықтап тұрып бекітілген еді. Жел күшейе бастағаннан біз барлық желкендерді жинап тастап, енді кеме тек 2-2-ден риф қалған контур бизен мен Фармарсельдің ырқымен жүзіп келе жатқанды. Біз осылай 2 тәулік бойы жүздік. Біздің пакетбот өзінің тамаша кеме екенін танытты. Қайықтың трюміне жөнді су да құйылған жоқ. Бірақ 2-ші күні кешке қарай жел мүлдем күшейіп кетті. Біздің контур бизеннің жұлым-жұлымы шықты да, кеме ілгері жүзуден қалды. Сол кезде жүйткей жөңкіген алып толқындар бізді бірінен соң бірі соққының астына алды. Олар өзімен бірге 3 теңізшіні, асхана мен бүкіл сол жақ фалымбортты түгел теңізге шайып алып кетті. Біз есімізді жиып үлгермей Фармарсель қақ айырылды. Әйтсе де біз дауылда қолданылатын желкендерді көтеріп үлгердік. Сондықтан да бірнеше сағат бойы кемеміз аман-сау ілгері жүзе берді. Алайда дүлей дауыл үдере соғуда, тіпті жуық маңда тыншытар түрі де көрінбейді. Арқандар онша мықтап тартылып байланбаған болып шықты. Оларға үнемі күш түсумен болды. Соның салдарынан 3-ші күні кешкі сағат 5-тің шамасында кеме шұғыл бұлт етіп бұрылған сәтте бизанмашта төтеп бере алмай морт сынғанда палубаның ортасына гүрсете қалды. Содан бүйірден соққан адуын толқынның тәлкегіне ұшыраған кемені қатерден құтқарамыз деп біз 1 сағаттан артық әлек болдық. Одан кейін балғашы келіп, трюмдегі судың 4 метр көтерілгенін хабарлады. Оның үстіне қырсық қылғанда пампалардың ішіне қоқыс толып, тығылып қалғандықтан су айдамайтын болып шықты. Енді кемеде аласапыран, абыржу басталды. Алайда кәй қалған 2 мачтаны қиып барып, жол ашып теңізге лақтырып, кемені жеңілдетуге әрекет жасады. Ақыр аяғында амалсыз солай істедік, бірақ пампалар бұрынғыша жұмыс істемеді. Ал трюмге су толассыз құйылып жатты. Күн еңкейе дауыл саябырсиын деді де, соған орай абыржуда басталып, қайыққа мінсек апаттан аман қалармыз деген көңілімізге үміт ұялады. Кешкі сағат 8-де жел беттегі қою қара бұл сейіліп, көк күмбезінен толықсыған ай нұрлы сәулесін төкті. Осы бір күтпеген көрініс біздің көңілімізді демеп тастады. Әзер дегенде біз велботты аман-сау түсірдік. Оған бүкіл команда мен барлық дерлік жолаушылар мінді. Велбот сол кезде кемені тастап жүзіп кетті. Ондағылар кеме апатқа ұшыраған соң 3 күннен кейін талай қиыншылық көріп, арып ашып, ақыры Акракок инлетке келіп жетті. Пакетботта капитанды қоса есептегенде өз тағдырларын құрамдағы қайыққа сеніп тапсырған 14 адам ғана қалды. Суға табаны тие берген кезде толқын жұлып әкете жаздағаны болмаса, біз оны онша қиналмай-ақ түсірдік. Бұл қайыққа капитан Заиб мен мистер Уайт және оның серіктері, мексикалық офицер, оның әйелі мен 4 баласы отырды. Негр қызметшіммен қоса солармен бірге мен де міндім. Әрине, қайықта жөнді бос орын қалмады да. Сондықтан енді оған аса қажетті бірнеше навигациялық құрал саймандар мен аздаған азық-түлік қана тиеуге болатын еді. Барлық заттарымыз, үстіміздегімізден басқа киімдеріміз кемеде қалды. Әрине, өз жүгінің ең болмаса бірсыпырасын аман сақтап қалуды ойлаған ешкім болған жоқ. Біз кеменің ығына енді шыға бергенімізде қайықтың арт жағында отырған мистер Уайттың орнынан ұшып тұрып, кемеде қалған ұзынша жәшікті өзімен бірге алып кету үшін капитан Хардиден қайықты кері қарай бұруды талап еткенін көргенде оған біздің бәріміздің еріксіз қайран қалпымызға тура келді. Отырыңыз, мистер Уайт деді капитан қатқыл үнмен, егер қозғалмай тыныш отырмасаңыз, сіз бізді суға аударып жібересіз. Өйткені ауырлықтан қайық онсыз да қылтылдап зорға тұр ғой жәшік. Деп айқайлады Уайт қалшиған қалпынан айнымай. Мен жәшікті айтамын. Капитан Харди, сіздің құлақ аспауға хақыңыз жоқ. Оның салмағы ол деген түкке тұрмайды. Сіздің тапқан анаңыздың аруағының, көктегі құдіреттің, сіздің ұзақ өмір сүру жолындағы жарқын үмітіңіздің атынан жалбарынамын, жәшікке қайта оралыңыз.
Жан ұшыра жалбарынған суретші сөзінен капитан сәл толқығандай болып көрінді. Әйтсе де жүзі бұрынғыша қайта сұстанып, ол, мистер Уайет, сіз есіңізден айырылған боларсыз. Мен сізді тыңдамаймын. Орныңызға отырыңыз. Әйтпесе қайықты аударып жібересіз. Тоқтаңыз. Ұстаңдар. Жібермеңдер. Ол суға секіргісі келіп тұр. Көрдіңдер ғой, мен бұны білгенмін, енді міне, теңізге секіріп кетті. Деді. Шынында да мистер Уайет тулаған толқынға қойды да кетті. Бізді желдің өтінен қалқалаған пакетбот әлі жақын болғандықтан өлдім талдым дегенде ол кеменің тұмсық жағындағы клюзден салбырап тұрған арқанға барып жармасты. Көзді ашып жұмғанша палубаға көтеріліп, алды-артына қарамай төмендегі каютаға қарай жан ұшыра жүгірді. Сөйткенше бізді жел кеменің құйрық жағына ақтырып әкетті де, біз әлі де дөңбекши тулап жатқан асау толқынның құшағына тап болдық. Біз пакетботқа қайта жақындауға қанша әлектенсек те, онымыздан ештеңе шықпады. Долы дауыл қаңбақтай қақпақылдап, қалаған жағына ықтырып алып кетті. Байғұс суретшінің енді ажалға тап болғанын біз жақсы білдік. Ұзынша жәшікті арқалап палубаға алып шығу үшін қисапсыз күш керек болғанына қарамастан есуас баспалдақпен өрмелеп жоғары көтерілгенде, біз оның есінен алжасқанына кәміл сендік. Біздің қайық пакетботтан едәуір жерге ұзап кеткенді. Біз аң-таң болып аңтарыла қарап тұрғанымызда, ол 3 дюймдік арқанмен жәшікті таңды да, оның бір ұшын өзінің беліне байлады. Сөйткенше болған жоқ. Жәшікпен бірге суретші суға бір-ақ секірді. Қайнаған қазандай бұрқан-талқан болып жатқан адуын толқын оны лезде жұтып қойды. Бір пәс қайықты тежеп, біз қайғылы жерге қарап тұрдық. Содан соң жаймен ескекті есіп, ол арадан ұзай бастадық. 1 сағаттан артық уақыт қайықта тіс жарып, тіл қатқан бір жан болған жоқ. Ақыры үнсіздікті мен бұздым. Олардың бірден су түбіне батып кеткенін, капитан, сіз өз көзіңізбен көрдіңіз бе? Осының өзі оқыс оқиға болған жоқ па? Шынымды айтсам, тулаған теңізге секірер алдында оның жәшікті өзімен бірге қосақтап байлап жатқанын көрген кезде, ол әлдеқалай аман қалар деген болмашы бір үміт ұшқыны көңілімде жылт еткенде болатын. Олар бірден су түбіне батып кетуге де тиіс еді, деді капитан, тастай батуға тиіс. Әйтсе де олар көп ұзамай, әрине, тұз еріген соң су бетіне қайтадан қалқып шығатын болады. Тұз дейсіз бе? Деп дауыстап жібердім мен. Тісі, деді капитан. Қаза болған адамның әйелі мен қарындастарын нұсқап, ол жөнінде кейін бір реті келгенде әңгімелесеміз. Біздің талай тауқыметті бастан кешіруімізге тура келді. Сапырылысқан теңізде ажалдан әзер аман қалдық. Каналды қолдау мақсатында бейнежазбаға лайк басып, достарыңызбен бөлісіп, тіркелу батырмасын басып, каналға тіркеліңіз. Келесі бейнежазбаларды жіберіп алмас үшін қоңырауды да басып қойыңыз.